Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай пайдалы тіске басар жасауды ұсынамын. Ол кептірілген жемістер мен жаңғақтардан жасалады. Бізге қажет заттар: кептірілген қараөрік, кишмиш, курага, арахис жаңғағы, бал және күнбағыс дәндерін қосамыз. Алдымен күнбағыс дәндерін қыздырылған табаға қуырып аламыз және блендермен ұсақтаймыз. Және де қалған кептірілген жемістер мен жаңғақтарды блендермен ұсақтап аламыз, немесе еттартқыштан өткіземіз. Барлығын жақсылап араластырып, балымызды қосамыз. Араластырып болғаннан кейін әртүрлі формалар жасауға болады. Қалған ыдысыңызға салып, немесе қалаған формаңыздыға келтіріп, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Тоңазытқышта беті жабық күйінде өте ұзақ уақыт сақталады. Көріп отырғандарыңыздай, құрамы өте пайдалы, кез келген уақытта алып дәм татуыңызға болады. Тәттіні жақсы көретін адамдарға, балаларға құрамында витамины өте көп, сондай пайдалы тіске басар. Формасын жақсы сақтайды, сондықтан балаларға кез келген пішінде ұсынуға болады, немесе қағазға орап беруге де болады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыздар. Келесі видеода кездескенше.